Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз паста альфредо пісіреміз. Оған керек заттар: куриный грудка, тауықтың төс еті, саңырауқұлақ, шампиньоны, помидор, жуаның жартысы, сосын паста. Қайнап тұрған суға тұз салып, сосын пасталарымызды саламыз. Жеті минут пісіріп алатын боламыз. Tavamıza may koyuyoruz. Tavuk төс етін salamız. Бірінші. Саңырауқұлағымызды саламыз. Екі минуттай қуырып аламыз. Енді мына жуамыз бен помидорымызды саламыз. Осыны енді 5 минут қуыратын боламыз. Енді сливкимізді құямыз. 100 граммдай примерно. Тұз саламыз. Куриный приправы саламыз. Осыны 4 минут бұқтырамыз. Енді 4 минутымыз өтті. Енді піскен пастамызды саламыз. Gaz söndüremiz.
Сенікі. Бетіне сыр теркіден өткізіп қоямыз.